Петропавл күнінде жас отбасылар жаңа баспанаға ие болды. Жол картасы 2020 бағдарламасының жас отбасылар бағыты аясында Береке ауданында 2 қабатты 15 пәтерлі үй пайдалануға берілді. Қоныс той иелеріне пәтер кілттерін Петропавл қаласының әкімі Марат Тасмағамбетов табыстады. Құрметті қоныс иелері, отбасыларыңыз аман, денсаулықтарыңыз зор болсын. Барлықтарыңызға табыс және сәттілік тілеймін. Қоныстарыңыз құтты болсын. Бауыржан Сағындықовтың отау құрғанына 4 жыл содан бері пәтер жалдап тұрып келген. Бүгінде кезегі жетіп бір бөлмелі баспанаға ие болғанына қуанышты. Елбасына рахмет, осы жас отбасына арналған бағдарламамен пәтерді берілген. Сол үшін өте қуаныштымын мен. Үйдің ішінде болдым, үлкен, жарық, кең, өте ұнады маған. Қоныс тойын тойлаушылардың бірі Исмаиловтар отбасы. 2 бала тәрбиелеп отырған бақытты жанұя бұл күнді 1,5 жыл күткен. Рад, я не знаю, очень. Қала күнінде 2 бөлмелі пәтерге ие болғаныма қуаныштымын. Біз осы баспананы көп күттік. Барлық отбасыларға осындай бақыт тілеймін. Жыл соңына дейін аталмыш ауданда бағдарлама аясында жас отбасыларға арналған 27 пәтерлі үй пайдалануға беріледі деп жоспарлануда.